Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз Айдары. Бүгін ағылшын тіліндегі ең оңай ережелердің бірін түсіндіріп кетсем. Ол көптік жалғау. Көптік жалғау қазақ тіліндегідей көп емес. Басты ережесі зат есімге s жалғауын жалғау арқылы көптік есім тудыру. Мысалға, a dog, dogs, a cat, cats, an insect, insects. Сөз ызын дауыссыз дыбыстарға не о әрпіне аяқталған жағдайда ес жалғауы жалғанады. Мысалға, бас, buses, glass, glasses, box, boxes, potato, potatoes. Ал сөз y дыбысына аяқталып, оның алдында дауыссыз дыбыс тұрса, көптік жалғауы ес деп өзгереді. Мысалға, baby, babies, city, cities, lady, ladies. Бірақ мына сөздер өзгеріссіз қалады. Boy, boys, toy, toys, play, plays. Сөз соңы f немесе f-ге аяқталса, s жалғауы жалғанған кезде f әрпі v әрпіне өзгереді. Мысалға, leave, leaves, wife, wives. Бірақ заңдылыққа бағынбайтын сөздер барын да еске шығармаған жөн. Мысалға, child, children, man, men, mouse, miss. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.